Армысыздар, құрметті тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп, соңына дейін тыңдап, қолдап отырсаңыздар, алдағы уақытта өте әсерлі әңгімелермен дыбыстайтын боламын. Жүрегі ауыратын адамдар тыңдамасын. Бұл әңгіме өмірде болған өте қайғылы оқиға екенін тағы да еске салайын. Үй маңындағы шұбырған балалар даланы шаңдатып ойнап жатыр. Шолпан апа бүгінде далаға шығып, «Әй, мен сендерге әрі ойнаңдар дедім ғой, барыңдар басқа жерге». Айқайға салғанда балалар ауыл шетіндегі көлге қарай жүгіре жөнелді. Үсті-басы алба-жұлба шыққан Болат, көздері жәутеңдеп Шолпан апаға қарап тұр. Бірдеңе сұрағысы келеді, бірақ айта алмай тілі күрмеле. «Шолпан апа, нан беріңізші, бүгін тағы тамақ ішпедім, жездем...» Көздерінен жылт еткен жастары домалақтап барады. Өңешіне ащы өксік тіркеліп, дауысы да дірілдей жылап жіберді. Бір кездері бақытты балалық шағын алаңсыз өткізіп жүрген Болат 4 жасында әке-шешесінен қапыда айырылды. Ол кезде есінде ештеңе де жоқ еді. Есін білгелі туған әпкесінің қамқорлығында. Десе де маскүнем жездесінен көресіні көріп келеді. Ішкен еркектің шаңырағында қайбір береке болсын. Ол кездері еркектер ішіп алып, әйелдерін шыңғырта сабап жүретін заман ба? Сондай көріністер сәнге айналғандай жиі қайталанады. Мейлі ішсе іше берсін, бірақ жетім қалған балдызына кішкентай болса да мейірімділік көрсетудің орнына ызалана қарайтын. Байғұс балаға тамақты да дұрыс жегізбейтін. Тамақ ішіп отқан Болаттың басына ауыр қасықпен еш себепсіз қойып қалады. Әпкесі қанша жерден қорғап қалуға әлек болса да, күші жетер емес. «Сен қатынға айттым, мына күшікті жетімдер үйіне өткіз, тамаққа ортастырып, көзге шыққан сейілдей. Әлі де кеш емес, қарасын құртатын бол». Неше түрлі балапат сөздер кетіп жатыр. Бұндай жағдайда Болат дереу үйден қаша жөнеледі. Әйтпесе жездесі әпкесі екеуін сабап тастайтыны санасына жатталып қалған. Туған әпкесі Болатты өз балаларында артық жақсы көреді. Анасының соңғы сөзі де жанына батып барады. Анасына Болатты ешқашан жетімдер үйіне өткізбейтін, қамқор болатынын айтып уәде берген еді. Сол бір маскүнем жездесіне Болат ызалана өсіп келеді. Кейбір түндердің мал қорада сабанның үстінде көзіледі. Қарны бірде аш, бірде тоқ. Көршісі Шолпан апа бар жағдайды білетін, ара-тұра 7 баласының тамағына жарып, Болатқа өз аз бөлігін үлестіретіні бар. Ес білгелі таяқтан көз ашпаған Болаттың жүрегі тасқа айналғандай. Қаңғып жүрген кішкентай күшіктерді, мысықтарды көрсе азаптап өлтіруді әдетке айналдырды. Оның да өз себебі бар. Жездесі үйдегі ит пен мысыққа беретін жуындыны қолмен көрсетіп, «Сен жетімек менің маңдайымның соры болдың. Сенен қарағанда мыналар ит пен мысығы жуынды жейді. Сен сондай болуға тиіссің. Бұл үйде саған орын жоқ». Қаршадай баланың жүйкесіне, намысына әбден тиетін. Сондықтан да Болат ашуын қаңғып жүрген күшік мысықтан алады. Күшіктердің мойнына жіп байлап, бір ұшына пакетке тас салып, суға батырып жүрегі селт етпестен қарап тұрады. Бала мысықтарды пакетке салып, әжетханаға тастап жіберетіні де бар. Сол үшінде ауыл балаларынан таяқ жеп үлгерді. Тіпті бұл әдетін әпкесі де біліп ұрысқан еді. Бұрынғыдай жылайып салатын бала біраз өзгерген. Болаттың көздері кекке толы. Айтатын сөзі «Ертең өсіп алайын, жездемді өз қолымен буындырып өлтіремін» деп жиі айтқан сайын әпкесі бір шешімге келді. Байғұс әпкесі амалсыздықтан Болатты балалар үйіне өткізуге мәжбүр. Ол жақтан күнделікті тамағын ішіп, жақсы тәрбие алады деген үміті де бар. Бірақ бауыры әпкесінің бұл ойын дұрыс түсінбегені өкінішті. Отқа май құйған жездесі, «Әй жетімек, сені түрмеге жібергелі жатырмыз. Енді сол жақтың бұлағымығын жеп өмірін сүресің». Ха-ха-ха күле сөйлеп, баланың жүйкесіне тағы тиді. Жездесінің сөздеріне сенген Болат әпкесіне жалына жылады.
Әпке мені ол жаққа апармашы, тамақты аз жейтін боламын. Осында қалайыншы, жездем ұрысса мүлдем жыламауға сөз беремін. Мал қорада түнейтін боламын. Үйге кірмеймін әпке, тек мені түрмеге апармашы. Болатжана ол түрме емес, онда апайлар өте жақсы қарайды. Дәмді тамақ ішесін, ешкім ұрмайды. Жезден жалған айта береді, оған сенбе. Інісін әзер көндіріп, балалар үйіне әкелді. Әпкесі көз жасын тыя алмай қайта-қайта Болатты құшақтап жібергісі жоқ. Амал нешік, солай жасамаса інісінің қаталдығына шектеу қоя алмайтыны белгілі. Балалар үйіне аяқ басқан Болат бастапқы күндері қуанышты болған. Жылы төсек, дәмді тамақ, бірақ одан да жалыққан бала қанша жерден қорлық көрсе де ауылдағы ескі лашығын, бірге ойнайтын достарын сағынды. Болатқа тәртіппен жүру ұнамады. Өзіне тиіскен балаларды оңдырмай ұрып, жазалау бөлмесіне жиі қамалып, тәрбиешілерден жиі таяқ жеді. Жездесінің түрме деген сөзі есіне түскен сайын әпкесіне ызаланды. Өмір өтіп жатыр. Болат жақында 18-ге толады. Өте бұзық әрі кекшіл болып өсті. Әпкесі балалар үйіне өткізгелі бірде-бір келмеді. Оның сыры белгілі. Күйеуінен қорыққан әпкесі қалаға қарай аяқ баспаған еді. 18-і толған сәтте балалар үйінен босатылды. Әпкесіне мүлде хабар ала алмаған Болат ауылға қарай құстай ұшты. Ойы, әпкемді бір көріп қалаға кеп жұмыс жасаймын. Үйлі болсам, әпкемді ана малғұннан құтқарамын. Бірақ өмір болғасын кейде біз күтпеген оқиғалар боп тұрады. Ауылға келген Болат әпкемді көремін деген арманы орындалмады. Әпкесі бірнеше жыл бұрын басқа жаққа көшіп кеткен. Пәтерден пәтер ауыстырып жүріп, онан қыстың суығында базарды сыпырып тазалайтын. Әпкесіне суық тиіп, өкпесі қабынған еді. Қу тіршілік, бала шағаның қамы, бауырына деген сағыныштан іш құса болған әйел емделуге уақыт таппай, соңы айықпас дертке әкеліп, соңғы күндерін ауруханада өткізді. Туберкулездің жұғатын түрін жұқтырған. Балаларына да жұқты. Бірақ енді басталып жатқан жұқпалы аурудан балалары сауыққан еді. Әпкесінің құшағын емес, қара жердің топырағын құшқан Болат өксігін басы баса алар емес. Осынша жыл сарғая күткен әпкесін жоғалтып алғаны жанына батып барады. Бекер кеттім, әттен мені балалар үйіне апармағанда тірі болар едің әпкетайым. Енді мені кім құшағына алады? Өзін кінәлі санаған Болат ашу-ызадан жерді жұдырығымен ұра берді. Болаттың келгенін естіген жездесі ізім қайым жоғалды. Қорыққан болар, ауыл тұрғындарының құлағына әңгіме тез тарайтыны айтпаса да белгілі. Ауылда бір ай тұрған Болат естеліктері түскен сайын қиналды. Жаңа өмір бастау үшін қалаға жол тартты. Құрылыстағы жұмысқа тұрған, жатар орны тегін болғанымен ішіп-жеумен киім-кешегінен ақ ақшасы бітіп қалады. Жұмысы да ауыр, күні бойы бетон құю. Бұрын істеп көрмегесін белі удай ашып, тез шаршап, кішкене демалып отыра кететін. Бұндай кезде аспанда тіреп тұрғандай бригадир айқай салады. Бригадир тым мазасыз, аузына келген боқтығын айтып, Болаттың жүйкесін тоздырып бітті. Бұл жұмысынан шыққан Болат базарда жүк тасушы болды. Қонатын кезде вокзалға барып, орындықта ұйықтаған соң аяқ қолы үйіп жатқан құрылы болмайтын. Бірде базарда бір әйелдің сумкасын ұрлап кететін көріп, мен неге қиналып өмір сүруім керек? Болса да дала қаңғып, қарным тоймай аш жүргенше осы кәсіпті үйреніп, неге байқам деген арам ойы лезде азғырды. Алғашқы күні қорқып жүріп, бір әйелдің сумкасындағы әмиянын білдіртпей алды да зат тасып жүрген арбасына сала салды. Ешкім байқамады. Күндегі арба сүйреп табатын ақшадан да екі есе көп тапқанына Болаттың ойы өзгерді. Уақыт өте нағыз баукеспе әмиян ұрлаудың шеберіне айналды. Жанында өзі сияқты ұрылар тобы да құрылды. Қара базарға келген қарапайым халықты сыйлап, сипап кететін Болат ақшаға әбден құныққан. Әр тиынын есептеп, маңдай термен тапқан ақшасынан айырылған әйелдер зар жылап, қарғыстарын айтып кете барды. Я, бабаларымыз себепсізден себепсіз әрбір асыл сөзді мұра етпегені бәрімізге таныс жағдай. Қарғыс алма, алғыс ал, мақалын жоққа шығарғыңыз келсе де
сүт бетіне шығатын қаймақ секілді көрінетін қайтерсіз. Жалғасы бар. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.